Баршаңызға сәлем достар, мен супер келін Диана. Бүгінгі видео шығарымдарда сіздермен біргелікте моздай, нағыз жазда дайындалатын окрошка тағамын дайындайтын боламыз. Видеоны бастамас бұрын ең алдымен қазақша контенттің дамуына үлес қосу мақсатында каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Картошканы қайнатып, 4 бұрышты етіп турап аласыздар. Жұмыртқаның сары уызын шаншқымен езіп аламыз. Майдалап туралған укроптарды саласыздар және көк пияз саламыз. 15-20% қаймақ саламыз. 1 чайный ложка горчица саласыздар. Дәмдеуіштерге қара бұрыш, тұзды саласыздар. 1 литр айранды құямыз. Газдалған сарағаш суын құясыздар. Окрошканың сорпасы дайын болды. Ішіне қоспаларын саламыз. Картоп саласыздар. Қиярды да 4 бұрышты етіп турап, оны да саламыз. Редисканы да 4 бұрышты етіп тураймыз. Окрошканың ішіне саламыз. Қалауыңыз бойынша ет немесе колбаса қоссаңыздар болады. Мен қайнатылған сиыр етін қостым. Окрошка тағамы дайын болды. Өте дәмді әрі сочный болып шығады. Нағыз жазда ішетін тағамдардың бірі. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған супер келін Диана. Парақшаға тіркелуді ұмытпаңыздар.